Ассаламалейкум, ардақты ағайын. YouTube арнамызда келесі Абайдың екінші қара сөзі. Өткен жолы бірінші қара сөзге байланысты пікірімізбен бөліскен болатынбыз. Сол бірінші сөзге байланысты бір-екі мәселені ескерте кетейін. Абай бірінші қара сөзде өзінің ары қарай немен айналысатындығына талдау жасап, бірнеше категорияны талдады. Соның ішіне мал бағу және дін бағу секілді екі мәселеге байланысты тағы бір-екі қосымша пікір айта кетсем. Мал бағу енді Абай өте ауқатты отбасынан шыққан, өте бай өмір сүрді, және оның әкесі де өзінен кейінгі балаларды байтырды. Шын мәнінде бүгінгі күнмен параллель жасайтын болсақ, көп халық мал бағудан 50 жаста тікелей бас тарта алмайды. Белгілі бір сол Абайдың категориясындағы бай категориясына жатпаса, миллионер, миллиардер болмаса, қазіргі уақытта өмір сүру керек. Сол себепті осы тұрғыдан, сын тұрғысынан қарайтын болсақ, сәл осындай тұсы бар. Екіншісі дін бағу. Бізде сопылықтың өте жақсы мысалдары бар. Оның бірі Абайдың бауыры Шәкәрім өмірінің кейінгі 20 бөлігін Саят қорада сопылықпен өткізгендігі белгілі. Неліктен Абай Шәкәрім сияқты сопылық жолды таңдап, егер елдің ішінде тыныштық болмаса, онда неге Саят қораға кетіп, ауылдан шығып кетіп, сопылықпен айналыспады деген сұрақ туындайды, және орынды. Екінші мысал Ахмет Яссауи, Түркістанда белгілі 63 жастан кейін қылуетке түсіп, таза сопылық жолына түскен болатын. Осы тұрғыдан бір Абайдың екі пікіріне қарсы пікір десек болады, немесе бір аргумент айтсақ болады. Енді екінші қара сөзге қарай ойсайық. Екінші қара сөз. Мен бала күнінде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын кең қолтық шүлдірлеген тәжік. Арқадан үй төбесіне салам деп қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үкедесіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Сарт дегенге бірден түсініктеме беріп өтейік. Сарт деген, енді мына жерде тәжік деп өзі атап тұр. Жалпы осы қазіргі Тәжікстан, Өзбекстан аумағында тұратын отырықшы халықты сарт деп атаған. Енді ол кезде Абайдың заманында мемлекеттердің шекарасы дәл бүгінгі күнгідей болған жоқ. Ол Кеңес одағынан кейінгі бөлінген территориясы. Қазіргі Кеңес одағының алдында ол жерде басқа мемлекеттер өмір сүрді. Жалпы ол нақты бір ұлт емес, өзбектің, тәжіктің, сол аумақта өмір сүрген халықтың отырықшы халқына сарт деп атаған. Сартқа мінездеме беріп тұр. Одан кейін бұл енді қазақтың берген мінездемесі. Ноғайды көрсе келеді дейді. Оны да боқтайды. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шашып, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші. Түкке ыңғай келмейді, солдат ноғай, қашқын ноғай, башаршық ноғай деп. Ноғай дегенде енді нақты ұлт бар. Ол мынау Кавказдың солтүстігінде өмір сүретін түркі тектес халық, кезінде Кіші Орда, Бөкей Ордасының құрамында болған. Қазір енді өте жойылуға жақын тұрған ұлттардың бірі. Одан бөлек енді ноғай деп география, территорияға байланысты Кавказдың кейбір халықтарын, солтүстіктегі Қазанның айналасындағы башқұрт татарларды да жалпы ноғай деп атау тәжірибесі болған. Енді бұл жерде осы жалпы Қазақстан солтүстігінде, солтүстік батысында өмір сүретін бір ұлттарға байланысты айтып тұр. Одан кейін орысқа да күлуші еді дейді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс. Орыс ойына келген қылады деген. Не айтса соған нанады, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Енді орыс халқы белгілі. Орыстар бізде енді қазақтың арасында Украин, Беларусь, жалпы славян халықтарына орыс деп атау кеңінен тарайды. Енді бұл жерде нақты орыстарға байланысты айтып тұр. Ары қарай енді мынау қазақ осы үш түрлі ұлт өзімен көршілес жатқан осыларға күлетін, мазақ қылатын дейді. Сосын бұл ойдың қорытындысы. Сонда мен ойлаушы едім, ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тауыр халық біз екенбіз, яғни қазақты айтып тұр. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім дейді. Абай өзінің жас кезінде шынымен қазақтың осындай басқа ұлттарды сынауына күліп, іштей рахаттанғандығын бізге айтып тұр. Одан кейін енді мынау жас кезімде деп өзі бастап кетті. Енді Абай осы қара сөздерін жазған уақыт өзінің орта
жастан асу сәті, 50 жасқа жақындаған кез, 50-ден асқан тұсында айтады. Енді қарап тұрсам дейді, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагердің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өз әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһар жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыретін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға құймайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды, дейді. Орысқа қараған соңда орыстың өнерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Енді жас күндегі жаңағы сартқа байланысты бір сынау барда, енді ақылы толысқан, өмірден көп тәжірибе жинаған Абайдың ойы. Айтады, сарт егін егуден өте мықты дейді, шын мәнінде білеміз. Қазіргі күнде де солай, бұрынғы уақыттан солай. Оңтүстік аймақ, Қазақстанның оңтүстіктісі, одан кейін қазір Өзбекстан, Тәжікстан болса, бұлар бау-бақшаға өте мықты. Шығармаған жемісі жоқ, біздің саудагердің жүрмеген жер жоқ. Әлде солай. Қазақстанның кез келген базарына барсаңыз, жеміс-жидек сататын. Бір өзбек, тәжік ұлтының азаматын көресіз, сауда қылып жүрген. Көбіне және Қазақстанның азаматтығы жоқ оларда. Әлі де сол Өзбекстан азаматы, бірақ сауда жасау үшін жүрмеген жер жоқ болып тұр. Өзінің отанынан 1000, 2000, 3000 километр жерге барып, сауда жасаумен әлде айналысып жүр. Қылмаған шеберлігі жоқ. Шеберлік тұрғысынан, ұсталық, өнерлік тұрғыдан да қолдарынан шаруа келеді дейді. Өзіменен өз әуре болып, бірімен бірі ешбір шаһар жауласпайды. Міне осы тұс маңызды. Жалпы көбіне кім жауласады, кім біреуді аңдайды. Қолы бос адам, өзінің жұмысы жоқ адам, өзімен өз әуре болып жүрген адам басқа біреуге қарайтын, басқа біреумен жауласатын уақыты да болмайды. Ол еңбекте, жұмыста жүреді. Сартта осындай қасиет бар дейді. Енді қараңыздар. Орысқа қарамай тұрғанда, енді орыстар келмей тұрған кезде, қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Бұл сөйлем өте маңызды. Өлісінің ақырет деген адам қайтыс болған кезде 25 метр ақ матаға адамды орайды. Соны ақырет дейді. Сол өлген адамды орайтын ақырет қазақта өте аз болған, немесе тіпті болмаған, сол жеткіліксіз болған жалпы. 2 миллиондай жуық қазақ қой өмір сүрген сол уақытта. Өлісінің ақыреттігі жетіспеген, соны көбіне осы сарттардан алып тұрдық дейді. Тірісінің киімін жеткізіп тұрды дейді. Енді әрине қазақта жаңағы тері илеу кәсібі болды, қайыстан ат әбзелдерін тоқу, немесе бір терінің үлкен тондарды тігу. Бірақ енді жеңіл киімдер, жазғы киімдер әсіресе бұларды тігетін мақта, енді егіншілік керек. Түбі егіншілік керек, мақтадан өндіріледі. Біздің қазақ жерінде бұл кәсіп өкінішке қарай өте аз деңгейде болды. Оңтүстік аймақтарда болмаса, тіпті солтүстік көшпелі аймақтарда өте төмен деңгейде болды. Әке балаға құймайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұратын еді ғой дейді. Шын мәнінде бағалы тауардың дефицит деген нәрсені білеміз. Құны өте жоғары болады. Әке өз баласынан аяйтын малды сарттың бір 25 метр ақырет матасы үшін, киім үшін соны қолына беретін дейді. Енді айырбас саудаға келтіріп тұр. Орысқа қараған соңда орыстың өнерін бізден олар көп үйреніп кетті. Енді орыстың өнерін бізде көп үйрендік. Оған байланысты Абайдың қара сөзі бар, оған біз әлі келеміз. Бірақ салыстырмалы түрде сарт бізден гөрі көбірек үйреніп кетті деп тұр. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі осында. Бұл да өте маңызды. Байлар түсінікті, молдалар, енді медреселер, Өзбекстан жеріндегі Самарқандтағы медресе, бұның енді дәлелі өте көп. Біздің Әйтеке би де сол жақтан білім алған, Жалаңтөс Баһадүрді білеміз. Сол жерде өзінің медресесі бар, сол жерде қызмет еткен. Енді көп сол уақытта қазіргі Өзбекстан жеріндегі медреселерден, сарттар тұратын мекеннен барып білім алушылардың саны өте көп болды. Ол да белгілі. Енді ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда дейді. Енді қазіргі уақытта да біз білеміз, кез келген кәсіпті жасау үшін, әсіресе қызмет көрсету саласында ептілік, қырмызылық, биязылық өте маңызды. Сіз егер менің тауарымды алсанан, алмасан алма деп
шекерейіп тұратын болсаңыз, тәкаппар болатын болсаңыз, сізге ешкім жоламайды. Сіз бір тікен сияқты боласыз. Сіз жылулығыңызбен, қырмызылығыңызбен, ептілігіңізбен, сыпайылығыңызбен өткізесіз. Бұл да енді географиялық тұрғыдан келгенде біздің өзбек ағайындарымызда, тәжік ағайындарымызда, өзіңіз базарға барып қалсаңыз да байқайсыз, өте жұмсақ. Кейде белгілі бір тауарларын сынап тұрсаңыз да оны қабылдай алады сынды, және қажет жерінде бағасын түсіреді. Сыпайылық, қырмызылық бар. Кейбір жалпы бизнес саласында, сервисте бұл өте маңызды. Абай соны талдап тұр. Демек, сол кезден де бұл нәрсені Абай салыстырмалы түрде байқаған. Ары қарай ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Ноғай халқына байланысты да айтып тұр. Бұлар солдаттыққа да шыдайды. Енді біз білеміз, солдаттық кадет корпусында білім алған Шоқан Уәлиханов сияқты, Абдырахман Абайдың ұлы, осындай бірер азаматтар қазақта да болды. Бірақ ноғай халқында, татарларда, башқұрттарда бұл өте көп болды. Әсіресе башқұрттардың атты әскері бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде, соғыстан кейінгі уақытта патша үкіметі онымен санасқан. Орынбор қаласына барсаңыз, солардың кезінде тоқтаған лагерлер, ғимараттар әлі күнге дейін сақталған. Солдаттар, атты әскер мықты шыққан. Одан бөлек енді кедейлікке де шыдайды, шыдамда бар дейді. Медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды дейді. Енді ол да белгілі. Ғалия медресесі, жалпы енді қазақтың жерінде көбіне медреселік жүйе оңтүстік аймақтарда, сол Түркістан аумағында болды көбіне. Одан бөлек жерлерде енді аз. Сол себепті бізде Өзбекстанға барып білім алу, немесе солтүстіктегі татар башқұрттарға барып білім алу тәжірибесі көп болды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін олар біледі. Салтанат әсем де солар деді. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Демек, Абай айтып тұр, кейбір қазақ азаматтары сол жаққа барып қызмет еткен. Олардың қызметінде болған дейді. Малшы, жалшы болып қызмет еткен дейді. Біздің ең байымызды сенің шақшаяғын білән пішіратырға қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығады дейді. Оның бәрі енді тіпті бай деген қазақтың өзін жаңағыдай таза емес сасық қазақ деп үйінен қуып шығатын деңгейде дейді. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер қуып, мал тауып зор болғандықтың әсері дейді. Мен өзі әжемнің әңгімелерінен білем, ол кісі аса ірі байлардың отбасынан 1928 жылы мал мүлкі тәркіленген, Қостанай өңірінде Троицкпен жапсарлас мекенде өмір сүрген Смайыл Қажы дегеннің ұрпақтары, Сейтқали әкесінің аты. Әжем айтатын, біздің ағаш үйіміз болды, әкеміз үлкен саудагер болды. Сонда біздің үй таза болу үшін жаңағы малайларды, татар малайларын алатын дейді. Өйткені татарлар жұмысқа өте пысық, өте таза ұстайтын үйді дейді. Әжемнің әңгімесі, енді өз аузынан естіген әңгімем. Енді Абайдың осы жерде қара сөзімен сәйкестік бар, іскер деген жағынан, тазалық жағынан. Енді қараңыз, мына жерде бір үлкен параллель бар. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер қуып, мал тауып зор болғандық. Жаңа өзбектерге қатысты да айтып өттім ғой. Олар бірімен бірі ешбір шаһары жауласпайды, өзімен өзі әуре болып жүр дейді. Демек, басқа шаруаларға жол ашатын ноғайларда да сарттар дейік, жаңа өзбектер деп атадым. Қазір Өзбекстан территориясы көбіне сарттарда да бір үлкен категория бар, бір-бірін біріктіретін, толықтыратын, бір-біріне өте ұқсас. Біз сол нәрседен қалып жатырмыз дейді. Абайдың әже жанайқайы шығып тұр. Бір-бірімен қор болып, бір-бірін андымайды. Кейінгі Абайдың өлеңінде де біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Бірлік керек, бір-бірімізге тағы да қара сөздерінде де бар. Бұйырса оларға да тоқталамыз. Бір-бірін андып отырмайды, шаруамен айналысады, еңбекпен айналысады, өнер іздейді, мал табады, кәсіппен айналысады дейді. Бұл нәрсе оларды зор етеді, сол себепті олар жаңағыдай нәрсеге уақыты, энергиясы қалмайды дейді. Екі халық танылып өтті, енді орысқа айтар сөзде жоқ, біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бірақ ауыз сөзбен қайтарады. Енді орыс үкіметі
бізді 300 жыл биледі. Абайдың заманында біз соларға бағынышты болдық. Тіпті жаңа егіншілікке байланысты қазақтың ішінде сол егіншілік қасиетті дамыту үшін, сол кәсіпті дамыту үшін ат салысып, көп еңбек еткен қазақ хандарының бірі Абылай хан, білесіздер, біраз егістік шаруасына қазақты бет бұрғысы келді. Әрине, Сығанақ, Сарайшық, Отырар, Түркістан сияқты бізде қала мәдениеті болды. Сол қалаларда отырықшылық, егіншілік кәсібі болды, бірақ көп жерінде емес. Солтүстік аймақ, батыс аймақ, шығыс аймақтан оны табу өте қиындау. Бірақ енді біз білеміз, көшпенділікті ол бір керемет өркениеттердің бірі, бірақ ол уақытпен келген кезде отырықшылық көшпенділіктен кейінгі уақыт. Отырықшы елде жүйе дамиды, заң тәртіптері дамиды көбірек, қала ғимараты салынады, қала мәдениеті келеді. Үлкен кітапхана біз білетін Отырар кітапханасы деп айтамыз, 1000 кітабы болған. Ол қай қалада болды? Отырар қала болғаннан кейін болды. Ал далада сіз қандай кітапхана білесіз? Көшпенділікпен ол кітапты тасып жүрудің өзі қиын, бір институт ашып, университет ашудың өзі қиын. Мәдениет жалпы түбі өркениет ары қарай даму сатысы, ол бір қала мәдениеті, шаһарлық мәдениет дейді. Осы нәрсе өкінішке қарай қазақ халқында сол уақытта қатты дамыған жоқ. Кейін енді патша үкіметі, совет үкіметі орнағаннан кейін әрине урбанизация процесі толықтай жүрді. Енді орыстар дейді, Абай айтады, бізді құлы күңі құрлыда көрмейді дейді. Өте ауыр баға, бізбен мүлдем санаспайды деп тұр ғой. Тарихтан да белгілі, 1822 жылғы Сібір қазақтарының жарғысы, 24 жылғы Орынбор қазақтарының жарғысы, Жетісу қазақтарының жарғысы 67 жылғы. Осыдан кейін қазақ халқы толықтай патша үкіметіне тәуелді болды. Ал мынау қала сақтаған оңтүстіктегі халықтарды білеміз. Қоқан хандығы, Хиуа хандығы, Бұхар хандығы, олар бір-бірімен жауласып жатса да, бірақ патша үкіметімен де кейінгі уақытқа дейін, тіпті совет үкіметімен де соғысқандығын біз тарихтан білеміз. Енді қорытынды сөз, бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда дейді. Бала кезімде осы халыққа еріп, жаңағы ұлттардан өзіміз зор екенбіз деп күлген болатынмын. Енді қазір қор екендігімізге көзім жетті. Сол сөздеріміз қайда деп риторикалық сұраумен Абай өзінің қара сөзін аяқтап тұр. Назарларыңызға рахмет. Біздің арнада келесі Абайдың қара сөздері шығады. Бірге талқылайық. Одан бөлек әлеуметтік желілерде, Инстаграмда, ТикТокта, Фейсбукте менің жеке парақшам бар. Осы қара сөзге байланысты басқа да ойларыңыз болса, идеяларыңыз болса, сол жерге дайректке жазып, немесе комментарийге жазып, пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Сау саламатта болыңыздар.